Ну вот. Вот это вот белый клевер. Вот который нижний этаж. Это же нами посеянный? Да, это в первом был клевер ползучий. Да. Белый клевер деген осы болады. Если процентный соотношение нормальный, да, поляға? Мына жерді уже, бұл жерді уже қанша жеп жатыр? Осы апрельден бері қарай жеп жатыр. Бір рет бұл жерге қошқарларды салып жібердік. Үлкен элита қошқарды. Элита емес, жалпы қошқарды 500 бас. Одан кейін міне осы жерде жылқы, жылқы жүрген жоқ. Такс, мынау Марленнің берген, өткен жолға берген тайы. Мұғалжар. Марлен міне, таңбасы бәрі сенікі ғой. М3 деген. Қалай малыңның күйі? Такс. Өзіміздің сиырлар. Залармен міне рақаттанып тұрып жатыр. И мынау міне. Мына жерде қошқарымыз жатыр. Бұл біздің ротациялық жайылым. Осы поледе өзін жақсы көрсете бастады міне. Қалған полеларда әлі де біздің жұмыстарымыз дұрыс болмай тұр. Әлі де жұмыстарымыз бар реттейтін. Мына біздің қот. Мына жерде 100. Тоқты қошқарды қосқанда 100 қошқар. Міне. Үркітпей қойық. Бұларды біз клеткаға қамағанда жоқпыз. Осы жерде жеп қана жатыр. Мына жерде неше гектар? Мына клиніміз? 14 гектар жерде мына 100 қошқар жеп бітпей жатыр. Емін еркін. Біз ортасын бөлген жоқпыз. И плюс міне жылқы мен сиыр жатыр. Тағы бұл жерге, өткен жолы сағыда 200 бас осы жерде не жатты? 500 бас сауықты жатқызыңдар ма? Кенже туған? Егіздер 500 бас. Осы жерде 500 бас егіз жатты дейді. Мынау біз биыл суарған жоқпыз. Енді биыл ылғалда жақсы болып тұр, но былтыр влагозарядка жасадық па? Мына жерде влагозарядка жасадық дейді. Сол былтырғы немен міне бүйтіп Англия Альпаның болады. Мынау қазір біз мына жерді біраз қина жібердік. Жаңағы 500 бас қозылы ғой, егіз қозылымен жатқан деген, ол деген бірталай нагрузка. Міне біздің қошқарларымыз. Осы қошқарлардан ұлы ұрық качать етіп жатырмыз қазір. Гемширдің ұрығын. Гемшир, Саффолк. Ой, мынаның құйрығын. Қошқарлардың құйрығын жақсы көрем. Қырық деген осы ғой. Мынау кішкене сүйкімсіз кезі, жақында ғана 40-тықтан алдық. 14 гектар жерге қорытындылай келсек, 14 гектар жерге 200 басты спокойно бағуға болады деп ойлаймын. 300 басты да болады. Просто жаңағы ішіндегі бөлу керек. И плюс шөптің де өзінің қыр-сыры бар, жердің де өзінің қыр-сыры бар. Соның барлығын келтірсе жақсы болады. Жер дегеніміз енді бұл Үштөбенің қып-қызыл құмы. Жеп тастағанда енді бұдан артық жегізуге болмайды. Бірақ бұларды қатты нетіп атқан жоқ. Бұларды өскен жерге қарай нетеді ғой. Қараңыздаршы, міне қалай жайылып тұр.
Европаның видеосынан қай жері кем? Е? Ана, тоқ, күйлі. Сол. Но бірақ жұмыс ауыр, ротациялық жайылымның. Страшно ауыр. Страшно ауыр. Даже айтқанға болмай емес. Қаншама қан ішілді, жарайды. Ол да тәжірибе.